Ұлытауды көшпелі халықтардың ұясы деген еді. Шындап күлген кезде Ұлытау географиялық жағынан да, тарихи жағынан да, саяси жағынан да орталық болуға лайықты жер. Ал енді Шыңғыс ханның баласы Жосы неге жатыр. Оның алдында Алашахан. Кейін кезде осыны Шыңғыс осында жатыр екен дегендер айтатындар бар. 17 қан қазақтың осы Ұлытауға келіп Ақкиізге отырып қан рәсімін жасаған. Ұлытау шын мәнінде географиялық феномен. Еуразияның қақ ортасындағы бұл өлке қадым заманнан өркениет ошағы болды. Ұлытау атауын бағзылар бұл тауға биіктік үшін емес, таудың ұлықтығын ескеріп келген болса керек. Ол енді тарих болғанда аңыздар ғой. Баяғы Нұх пайғамбардың кезінде дүние жүзін топан су қаптаған ғой. Сол Нұх пайғамбар әр адамның, әйтпесе жануарлардың әр түрінен өзінің кемесіне мінгізіп алып, адамдардың тіршілікті сақтап қалған ғой. Сол топан су қайтқан кезде әлемде 3 нүкте көрінген. Бұл менің айтқан сөзім емес, тарихта солай дәлелденіп жазылған. Соның бірі осы Ұлытаудың төбесі. Оны Қаныш Имантаевтың жазғанда да бар. Қаншама жер бетінде тау бар, тас бар, ой бар, қыр бар. Соның бәрінің ішінен қылтиып бірінші көріну бұл ұлылыққа әкеледі. Қазақ аңыз етіп жүрген заман ғылым тілінде геоцен, яғни алып мұз таулардың ери бастаған уақыты болса керек. Сол кезде жер шарының жартысын су басады. Іле тартыла бастағанда алғаш қылтиған таулардың бірі Ұлытау сілемдері дейді геолог мамандар. Сарыарқа қазақтың ұсақ шоқылары басқаша атауы. Қазақстандағы үлкен жерді, яғни орталық солтүстік бөлігін, шығыс бөлігін алып жатқан үлкен далалы ұсақ шоқылы аймақ деп айтуымызға болады. Бұл жерлер кезінде биік таулар болған, яғни жер бетінде бірнеше тау түзілу процестері болған осығанға дейін. Оның соңғы биік таулары қазірде мысалы көтеріліп жатқан тауларына Тянь-Шань, Гималай сияқты тауларды айтуға болады. Бірақ Сарыарқа оларға дейін тау түзілу кезінде көтерілген тауларға жатады. Сол кезде биік тау болған, кейін миллиондаған жылдардың ішінде ол шәйіліп, яғни эрозияға ұшырап, ұсақ тауларға арналған. Қазіргі максималдығы биіктігі Сарыарқадағы таулардың ішінде 1500 метрден аспайды. Ал таулардың мұнартқан шыңдары қазіргі Ұлытау, Қарқаралы секілді биік шоқы ретінде қалып қойыпты. Бір кездері Ұлытаулар жүйесі болған аймақта, міне, 5000 жыл бойы көшпенділер мыңғыртып мал айдап жүр. Жаратқан болашақ көшпенділер үшін сол бір алып тауларда мүжіп, езіп, ұлы далаға айналдырғандай көрінеді. Қалай десек те, Ұлытау жер бетіндегі адам тіршілігі ерте басталған аумақтың бірі. Археологтардың пайымдауынша, Ұлытау өңірін алғашқы адамдар 700 000 жыл бұрын-ақ мекендей бастаған. Оның дәлелі Талдысай аңғарында Мұзбел, Жеті Қоңыр атты ежелгі адамдар тұрақтарының табылуы. Миллиондаған жылдарға созылған тас ғасырынан кейін адамзат қола дәуіріне өтті. Бұл жаңа кезеңде Ұлытаудың рөлі жойқын болды. Осыдан 4000 жыл бұрын бұл жердегі кен өндірісі қарқынды дамыды. Қола заманында осындағы жұрт 1 миллион тонна руда жер бетіне шығарған. Иран, Үнді, Грекия өркениеттеріне мыс, алтын сатып отырған. Сөйтіп, Ұлытау жез қазған жері әлемдік өндірістің орталығына айналды. Мұны грек тарихшысы Геродот өз еңбектерінде жазып қалдырған. Қола дәуірінен бастап жұмыс істеген 50 құдық, сор құдық секілді металл өндіруші орталықтар кейінгі Кенесары заманына дейін стратегиялық нысан болып тұрды. Ғалымдардың зерттелуі бойынша жезқазған Ұлытау төңірегіндегі мыс өндіру жұмысы Алтын Орда кезеңіне дейін жалғасқан. Әлкей Қақанұлы Марғұланның зерттеулерінде айтады, жошы ұлысы Алтын Орда кезеңінде тау-кен металлургия ісі өзінің шарықтау шегіне жетті дейді.
Бұл қашаннан Қазақ хандығына дейін стратегиялық аймақ саналған. Орталық Қазақстан, оның ішінде мыс бойынша Ұлытау Жезқазған аймағы. Ұлытаудың ұлт ұясы атала бастауы сақ заманнан келе жатқан ұғым болса керек. Өйткені осыдан 2600 жыл бұрын Тұмар патшайым парсыларға қарсы ұлы шайқасқа әуелі Ұлытау етегінде жиналып, аттанған деген дерек бар. Таңбалы Нұра деген жер бар. Бұл Таңбалы Нұра сонау сақтардың тарихынан бері тарихқа ілініп келе жатқан үлкен жер. Мысалы, аңыз бар. Сақтардың бір патшасы мен парсылардың патшасы соғысып, екеуі соғысқан кезде сақтардың әскерінің саны аз болып, бұлар қашқан кезде парсылар қуып соғысады ғой. Сонда ұра соғыс деген қашып соғысу әдісі бар. Сол әдіспен соғысады. Сонда соғысып келе жатып, сол Таңбалы Нұраға келеді, аңыз бойынша тарихи. Таңбалы Нұраға келген уақытта жаңағы әскерін жан-жақтан қоршап, парсының әскерін басым көпшілігін жойып жіберген. Бұл бір үлкен тарихи оқиға. Ежелгі түрік қыпшақтар мәдениетінің ізін де осы жерлерден кездестіреміз. Арғанаты, Кішітау тауларындағы, Тілеу Қабыл аңғары мен Қорғанта шатқалындағы көк түріктің мұрты көкке шаншылған тас мүсіндер көп. Мүсін парсы сөзі. Түріктер адами кейіптегі ескерткіштерді аңғыр дескен, ал балбал деген мүсіннің алдында тізбектелген қада тастар. Сол комплекстердің алдынан шығысқа қарай қадап кеткен қада тастар. Кейбіреуі 1 километр, кейбіреуі 2, кейбіреуі 3 километрге шейін кетеді. Кейбіреуінде мысалы 100, кейбіреуінде 200-300-ге шейін тастар шаншып кеткен. Ол қалай дегенде, қазір мысалы кісіні аруақтар жерлегеннен кейін әрбір адам бар, бір-екі күрек, 3 күрек топырақ тастайды ғой. Қазір солай болып жеңілдеді. О заманда бір-бір тас қадап кететін болған. Мысалы мен Үйсін тайпасының адаммын, иә. Міне мен мынаны қададым. Үйсін тайпасының пәлемпей ұруының адамдар ішіндегі. Мен де қатысын деп содар өздері сол тасқа кейбіреу таңбасын ойып, кейбіреу таңбасы жай тасты қадап кете береді. Сондықтан бұларды балбал тас деп атаған сол дәуірде. Ұлытау, Сақ, Ұғын, Түрік, Қыпшақ, Алтын Орда жұртына атақоныс болды. Бірақ ешбір дәуірде ұлық өлке бір ғана тайпаның, не бір ғана рудың иелігінде болмаған. Бұл берекелі жер барша көпшіліктің жүрегі, ұясы саналған. Орта ғасырлардағы Ұлытау тарихы Алтын Орда деп аталатын алып империяның атауымен тығыз байланысты. Мәселен, Ұлытау жерінде Шыңғыс ұрпақтарымен байланысты сәулеттік ескерткіштер жетерлік. Бұлар Жошы, Құтлық темір, Болған ана, Келін тамсынды тағы басқа ескерткіштерді атауға болады. Мұнау көк күмбезді кесене Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханға арналып тұрғызылған. Соңғы жылдардағы археологиялық, биологиялық, генетикалық ғылыми зерттеулер кесенеде Жошы ханның жатқандығын дәлелдейтін қорытындыларға келуде. Ал ескерткіштің архитектурасы жайлы пікірлер оның Жошы өмірден қайтқаннан кейін тұрғызылғандығын меңзейді. Жошы және Шағатай әулетінің хандары исламды қабылдағаннан кейін мұсылман емес бабаларының басына мұсылман зираттарын тұрғыза бастайды. Осы арқылы аталарының мемлекетті қалыптастырудағы рөлін айшықтағысы келді. Жошы кесенесінің артында төбе болып жатқан ескі қала жұрттың орны бар. Тарихи деректерде ол кент Орда базар атымен танымал. Бұл шаһарды Жошының өзі салдырған. Әрі Еділ бойында 1254 жылы Сарай қаласы салынғанға дейін Алтын Орданың астанасы болып тұрған. Орда базар шаһарындағы шеберханалардан теңгелер басылып, ұлыстың барлық кент қаласына тараған. Қалада қолөнершілер мен саудагерлердің жеке аудандары болған. Алаш жұрты Сайынхан атайтын Батудың балалық шағы осы Ұлытаудың етегінде өтіп ер жеткен. Анау Жошы ханның мазарының қасында Орда базар деген кімнің ордасы болған, өзінің орталығы. Батухан сол орталықта туған. Батухан сол мынау Дат Европаға жасаған жорығында сол Орда базардан кеткен. Орда базар бүгінге дейін қирандысы ғана жетті. Бір-екі сарайдың ғана орны табылды. Кеңес заманында үстін тегістеп жыртып,
егін салынып кетіпті. Жарты әлемді бағындырған Алтын Орда империясы 14 ғасырдың соңына таман ішкі талас тартыспен табиғаттың теріс келген залалынан әлсірей түсті. Дәл осы оңтайлы сәтті ұтымды пайдаланған Ақсақ Темір 1391 жылы жорыққа аттанды. 200 мың қолменен Тоқтамысты шабам деп шыққан ғой, дайындалып. Сонда мынау осы Амангелді ауылының ар жағында 30 шақырым жерде Алтыншоқы деген жерден дамылдаған, сол арада тасқа жазып қалдырған. Мен Тұран сұлтаны Темірбек 300 мың әскерімен Хижраның 769 жылы сәуірдің 6 күні Тоқтамысқа қарсы жорыққа шықтым. Осы жерге жетіп, ұрпаққа белгі қалдырдым. Алла ісімізге жар болсын. Ақсақ Темірдің Ұлытау жерінде болғаны, осындай ескерткіш тас қалдырғаны айдай әлемге тек 6 ғасырдан соң ғана белгілі болды. Бұл белгі тасты 1935 жылы тауып, жария еткен қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Сәтбаев еді. Бір қызығы, халық арасындағы алтын шоқы жайындағы аңыз, сол төбе басынан Қаныш тапқан таш жазу бәрі-бәрі Шараф әд-Дин әл-Езди атты тарихшының 15 ғасырда жазған Зафарнама кітабындағы деректермен туп-тура сәйкес келеді. Ол Әмір Темірдің Ұлытау деген жерге келгенін, шаршап шалдыққан әскеріне демалыс бергенін, әрі сол жерге тастан мұнара тұрғызуға әмір еткенін жазады. Ұлытаудың келесі бір шыңы қазақтың жыр дастандарына кейіпкер болған Едіге бидің есімімен байланысты. Қарт шежірешілер осы таудың етегінде Едіге батыр Тоқтамыспен аңда болған. Осы тауда екеуі бітіспес жауға да айналған деседі. Ұлытаудың ең биік нүктесі Едіге шыңы деп аталады. Жергілікті халықтың жадында сақталған аңыздары бойынша, дәл осы таудың ұшар басындағы тас обада Едіге мен Тоқтамыс хан жерленген деп есептейді. Қаракеңгір өзенінің жағасында үлкен төбе мен мұндалап Алаша хан кесенесі тұр. Дала ескерткіштерінің баршасы секілді, бұл бейіттің де өн бойы сан қилы аңызбен өрілген. Біреулер мұны қазақ хандығы құрылып жатқан жылдары тұрғызылған десе, басқалары бұл құрылыстың іргесін Шыңғысхан заманынан тарқатады. Ұзына бойы 10 метрге жете қабыл бұл көне сәулет ескерткіші туралы дерек қалдырғандар тарихшы шетелдіктер көп. Соның алғашқысы Кенесары ханның қолында 4 айдай тұтқын болған барон Петр Услар. Орыстың офицерлері 19 ғасырда қазақтың даласына келген, қазақтың жерін зерттейміз деп. Міне сол кісілерден бастап шамалап болсын да тиісін деп мәлімет бере бастады. Енді негізі ғылыми жағынан дұрыс зерттеген бұл қазақтың ең алғашқы ағартушы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов қой. Бұл 1858 жылы бір үлкен ғылыми мақаласы болды. Осы өлкенің тарихына байланысты. Қырғыз-қазақ тарихын зерттеулері жайында. Сонда бұл кісі жақсы мәліметтер берді. Алаша хан бұл кісі туралы аңыз қазақ, ноғай, башқұрт, татарда сақталған. Солай бола тұра тарихи деректерде Алаша атымен бірде-бір хан кездеспейді. Мифтік тұлғама, әлде өмірде болған кейіпкер ме? Білмейміз. Қалай десек те, қазақ өзінің бастауын Алаша хан деп есептейді. Онысын атамыз Алаш, керегеміз ағаш деген аталы сөзінен де аңғаруға болады. Сонымен халық Алаша атымен қай ханның есім сойын шифрлеп жасырды екен? Алаша хан бұл кісіге берілген лақап ат болуы мүмкін. Лақап ат болуы мүмкін. Мысалы Тимуршіге берілді ғой, Темуджинге Шыңғысхан деген лақап ат. Тура сол сияқты бұл солай болуы мүмкін. Аңыз бойынша. Бірақ бір анығы түркі моңғол халықтарының басын біріктірген бір үлкен тарихи тұлға болған. Соған арнап осы аңыз, осы ескерткіш орнатылған болуы керек. Алаша ханның кім екендігін мазардың архитектуралық құрылымы арқылы таппақ болғандар бар. Бірақ кесененің сәулеттік шешімдері әр заманнан алынғандай адастырады. Мәселен ою өрнегі қазақ хандығының тұсынан хабар берсе, сәулеттік шешімі Қараханиттер кезеңіне жетелейді. Бір қызығы, Алаша хан кесенесінде ешбір мазарда кездеспейтін
төбедегі күмбезіне алып шығатын жол бар. Мола үстіне шығу қазақ үшін кешірілмейтін күнә екендігін ескерсек, күмбезге алып шығар баспалдақ бұл ғимараттың бейіт еместігін дәлелдейтіндей. Ғалымдардың пайымдауынша, абыз көсемдер, молдалар осы баспалдақ арқылы қасабетке шығып, сан мыңдаған халық алдында уағыз ұран айтса керек. Кесененің архитектуралық ескерткіштерін зерттеген ғалымдардың бір парасы. Бұл адам жерлейтін орын емес. Олай болса, Алаша хан мифтік образ деген тұжырымға тоқтап отыр. Алаша жылқы деген мағына береді. Башқұрт пен татар әлі күнге жылқыны алаша дейді. Олай болса, Алаша хан атауының тамыры сонау жылқыны алғаш қолға үйреткен замандардан басталса керек. Сонда Алаша хан кесенесі қадым заманға жылқышы бабаға қойылған ескерткіш. Бұл пайымды қазақтың алаш-алаш болғалы, алаш атқа мінгелі деп басталатын жыры да қуаттай түседі. Бұл кәдімгі адамды жерлейтін орын емес, Бұл үлкен бір жиындар өткізетін орын. Үлкен бір басқосулар өткізетін орын. Хандарды ұлықтайтын орын. Жаңа ішкі сатысымен ана төбесіне көтеріліп, жаңа хандарын сол жерде ақ кигізге көтеріп, ант беріп, уәде беріп, сол уәдеде тұратын жерлері сол. Міне осындай Алаша хан ескерткішінен қасиетті, Алаша хан ескерткішінен көне ескерткіш жоқ біздің қазақ жерінде. Өйткені бұның тарихы біздің эрамызға дейінгі 5-ші мыңжылдыққа барады. Анау Ботай дәуіріне барады. Әрине ол кезде енді бірнеше ол ескерткіш өңделді. Алғашқы бетте кәдімгі тас, бірнеше тастар болды, үлкен-үлкен. Сол жерге келіп мал сойып жүруші еді. Әлгі малдың қанына қолдарын батырып. Кейін келіп Қасым хан заманында біз мұсылман болдық қой енді. Біз кәдімгі мұсылманша ескерткіш соғайық деп, жаңа Алаша ханның қазіргі кесенесін соққан. Алаша хан тұлғасы әр замандарда далалықтарды біріктіруші идея болды. Сақ түріктен бастап бүгінге дейін алаш деген ұран айтылса, тайпарулар өзара ренішті тастап, атқа мінетін, тізе біріктіретін. Алаш бірлік деген ұранның баламасы болатын. Бірі Моңғол, енді бірі Ноғай, тағы бірі Сібір хандықтарын тастап, қазақ болуға пейіл танытқан тайпаларды бір ұлтқа айналдыру үшін Қасым хан осы алаш идеясына жүгінді. Даланы жайлаған көшпелінің баршасының түбі бір. Ол Алаша хан деген аңыз идеологиялық тұғыр жасалды. Қазақ болған ру тайпаға таңба таратылып, әр қайсысы өздерінің ең белгісін таңбалы тасқа қашады. Сол жерге Қасым хан заманында, Жәнібектің баласы Ер Қасым, Сардар Қасымның заманында Алаша хан кесенесін тұрғызған. Бұл кесененің өмір тарихы енді 15-ші ғасырдан бастап есептеңіз, 15-ші ғасырдың соңынан 16-ші ғасырдың басынан бастап есептесеңіз, 500 жыл болды ма? 500 жыл. Міне тура осы кесененің тарихы. Бұл қазақтың бірлігінің символы. Бұл қазақ сияқты 6 алаш, қазақтың маңайына топтасқан 6 алаштың символы. Өйткені 6 алаш Абылай заманында да өмір сүріп келді. 6 алаш одағы. Бұған қазақтың 3 ұлысы кірді Абылай заманында, сонымен бірге Қарақалпақ, Қырғыз, Құрама. Міне осы алтауы 6 алаш болып, ең соңғы 6 алаштың моделі осы алтауы. Міне 300, сосын жаңағы жерде 3 ел. Енді алаш атанғанда осылардың барлықтары сол тудың астына жиналады, сол ұранға атқа мінеді, сол ұран атылды. Міне Алаша хан соның ескерткіші. Қасым хан заманында әдейі мемлекеттіліктің, бірліктің символы болсын деп орнатылған дүние. Төбе үстіндегі Алаша кесенесі Қасымның тұсынан бастап халықтың ханды сайлайтын, ел таңдаулысын, ақ киізге көтеретін келелі орынға айналды. Осылайша Ұлытау көшпелі жұрттың рухани орталығына айналды. Қандай ұлы іс, келелі кеңес болмасын, осы жерде өткізілетін болды. 17 қан қазақтың осы Ұлытауға келіп ақ киізге отырып қан рәсімін жасаған. Бұл енді өте үлкен тарих қой, Абылайдан бастап. Бір замандары қазақтың ұлт болып қалыптасуына себепкер Ұлытау 17-18 ғасырларда ұлт ретінде сақталып қалуына да себепші болды. Шығыстан орыс Қытай айдақтаған жоңғар мемлекеті басып кірді. Бұл заман халық есінде ақ табан шұбырында атауымен қалды. Алашқа жер бетінен жойылып кету қаупі тұрды. Осынау қиын қыстау кезеңде
Қазақ жұрты қадым заманнан пана болған Ұлытауға жиналды. Ұлы оқиғалардың ең кереметі мынау Бұланты соғысы. Қалмақтар менен. Қалмақтар барлық жерді қамтып, мынау арадағы енді өздерінің Еділ бойындағы қалмақтары бар емес пе? Солар менен соларға қарай беттеп шыққан ғой. Солармен қосылып, қазақ жерін түгел жаулап алуды мақсат еткен. Ол осы ұлы соғыстың алдында біздің үш биіміз қосылып, Қазбек, Төле, Айтеке. Бүкіл қазақты жинап, бүкіл қазақтың батырларын жинап, ал енді осы біздің ақырғы соғысымыз болады. Егер де осы соғыстан жеңілсек, онда қазақ құрыды. Ал енді осы соғыстан жеңсек, қазақ болып қалады деп пәтуаға келеді ғой. Бұл да жалпы ұлттың ұлт ретінде сақталуының ең соңғы мүмкіндігі деп айтуымыз болады. Бұл біріншіден, екіншіден Бұланты Білеуті шайқасы, яғни Қалмақ қырған шайқасы қазақтың тарихында үлкен орын алады. Мысалы, Мәскеу шайқасы орыстың тарихында қандай рөл алады? Бұл шайқас, Бұланты Білеуті шайқасы қазақтың тарихында осындай рөл алады. Енді бұлардың барлығы да Ұлытау жерінде орналасқан. Бұланты соғысында қазақ жеңілсе, Ұлытауды беріп қойушы еді. Сөйтіп, қазақтың саяси идеологиялық орталығы Жошы хан, Алаша хан секілді қазақтың қастерлі орындары Қалмақ қолында кетуші еді. Ұлытауды қолынан шығарып алса, мемлекеттік санасынан айырылып қалуы да ғажап емес еді. Бұланты соғысының маңызы осында. Осы Ұлытаудың етегінде екі халықтың тағдыры шешілді. Ұлытаудың тұғырлы таулары, отаршылдық саясатқа қарсы ат ойлап атқа қонған, тәуелсіздіктің соңғы ошағы, Кенесары хан, отаршыл империясымен жалғастырып өткен 10 жылдық соғысының 8 жылын осы таудың етегінде өткерген. Қан кенені мынау осы арадан Қанардас деген жер бар. Амангелді деген ауылға қарай шығарды. Сол арада ақ киізге отырғызып қан көтерген. Қан кененің шатыры, қан арал деген арал бар, Саркеңгір деген. Екі кеңгір бар ғой, Қаракеңгір менен Саркеңгірдің қосылатын жерінде қан арал деген арал бар. Сол қан аралында 1 жыл ма, 2 жыл ма қыстап шығады екен келіп. Анау қыста. Сосын босымысы жазда көшіп қонып жүре береді ғой. Тарихы тым ертеден басталатын Ұлытау қазақ халқы үшін қашанда қасиетті мекен, құтты қоныс саналған. Көненің ізі қалған ұлық өлкенің сырын ұғыну ұрпағы үшін аманат.